Өзі ғана айтыста, аламанда алқынбай бәйге алдым деп, шаба бермей, артынан еретін талай тайларды тәрбиелеп, додаға қосылатын тайбұрыл деңгейіне жеткізген бір жағы ұстаздығы да бар. Ендеше арасында бір көңілді серпілтетін, сөз құдіреті қазақтың өз құдіреті. Мұхтар Әуезовтің тілімен айтсақ, айтыс сөз барымтасы дейді. Сондықтан да мен айтыс туралы әңгімеде ақындардың аузындағы сөзге жиендік жасамай, келесі кезекте сол айтыстың шәкірттермен бірге көңілді шалқытатын тамаша көрінісіне бәріміз куә болайық. Ортаға ақын, жырау, әнші, сазгер Серік Қалиев шақырайын. Сәні болған сақынаның, білемін жырғымызын сапырарын. Айтыскер ақындар ғой жырға қосқан Атырау Алтайымның атырабын. Ағайын рұқсат болса ортаңызға, арқалы ақындарды шақырамын Ай жүретін аламанға қамдабатын, жүрегінен ұшырған жыр ән қанатын. Бала кезден қасымда жүргенен соң өзіңді өзгелерден барма жақын. Өзі ұстаз, өзі ғалым, өзі ақын, талантына қалың ел таңданатын. Арқадан ағасына келді бүгін, серік заттай ақ көңіл аңғал ақын Ай жырақ буын қондырған айдың кенді, өлеңімен тербеткен айбын делді. Бүгінгі кешімізге жырын алып, арқадан Алатауға Айнұр келді Ай осы ғой ізіміздің жалғасқаны, үзілмес тектіліктің ән дастаны. Ринаттай қастырып қас тұлпарым келді бүгін, айтыстың ақиқатшыл алдаспаны Ай танытқан өнердегі даралығын, әкелген айтысқа тың жаңалығын. Соңыма шәкірт болып берген кеше, алталашқа танылды сара бүгін Ай есімін кәріменен жас біледі, қызыл тілі алмастай тас тіледі. Үрістем келді бүгін дарағы шығып, киелі тарбағатай тас түлек Айнылық зетпенен жолын білген, өмірін өлеңменен өріп жүрген. Жанымда жас ақын бар шұғайыптай, жырмар жанын қалқына төгіп жүрген. Мына маған ізетті іні болып, жүкеңнің баласындай болып жүрген Ай ақындар тереңнен жүр қозғар бүгін, ел отыр түсінетін сөз қадырын. Ал ақындар айтысып дәлелдеңдер, ұстазынан шәкірттердің озғандығын